Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Білім KZ. Бүгін біз қызықты бағалау әдістерімен танысатын боламыз. Пайдалы болса, каналға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін қажет. Бірінші әдіс смарт сағат әдісі. Балалар смарт сағатты қолына тағып, өзін бағалайды. Келесі әдіс бізде гүлдер әдісі. Гүлдер әдісі кезінде бір гүліміз бізде 1 балды құрайды. Әр балды жинау арқылы балалар букет жинайды. Букеттен неше гүл болса, сонша бал алады бала. Келесі әдіс шеңберді бояу әдісі деп аталынады. Бұл жерде бала өз-өзін бағалайды. Яғни, алдына берілген кеспе қағаздардағы шеңберлерді бояйды. Керемет жасыл түспен бояйды, жақсы қызыл түспен бояйды, қанағаттандырарлық, яғни сары түспен бояйды. Осылай бала өз-өзін бағалайды. Келесі әдіс бізде сигналдар деп аталынады. Бұл жерде балаларға арналған сигнал белгілері арқылы бағаланады. Келесі әдіс тәсілдеріміз бізде мадақтау, кеспе қағаздары арқылы балаларды мақтау. Келесі әдіс тәсіліміз бізде бағалау шкаласы деп аталынады. Бұл жерде балаларды өте жақсы және қанағаттандырарлық деп бағалаймыз. Келесі әдіс тәсіліміз бізде стикерлер арқылы балаларды бағалау. Тамаша, өте жақсы, сен мықтысың, сен құрметтісің, сен кереметсің деп бағалау. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен берген ақпарат сіздерге ұнап жатса, мен қуаныштымын. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, комментарияға жазып қалдырыңыздар.